Good day guys, how are you doing? Welcome to my YouTube channel. Құрметті достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен workbook'тың 15-ші бетіндегі 4-ші, 5-ші және 6-ші тапсырмаларды талқылайтын боламыз. 15-ші беттегі 4-ші тапсырма this, that, those. Бұл яғни сілтеу есімдіктеріне арналған екен. Complete the sentences as in the example. Сөйлемдерді мысалдағыдай толықтырыңыз деп берілген. This және these сілтеу есімдігін жанымызда жақында тұрған затқа пайдаланамыз. That, those сілтеу есімдіктері алысырақ тұрған заттарға пайдаланылады. Екінші мысалдан бастайық. This is an apple and that is a pencil. Мынау алма, анау қарындаш. These are tomatoes and those are pens. Мынау қызанақтар және анау қаламдар. Үшіншіден, this is a helmet and that is an elephant. Мынау шлем, анау піл. Және соңғы бесіншіде. These are leaves and those are cats. Мынау жапырақтар, анау мысықтар. Ары қарай 5-ші тапсырмаға көшейік. Plurals. Write in the plural. Яғни көпшет түрде жазыңыз деп берілген тапсырмада. Екіншісінен бастайық. That is a bus. Those are buses. Мынау автобус, мынау автобустар. This is a fox. These are foxes. Мынау түлкі, мынау түлкілер. That is a leaf. Those are leaves. Мынау жапырақ, мынау жапырақтар. Бесіншісінде. That is a brush. Those are brushes. Мынау щетка, мынау щеткалар. This is a man. These are men. Мынау ер адам, мынау ер адамдар. This is a toy. These are toys. Мынау ойыншық, мынау ойыншықтар. This is a mouse. These are mice. Мынау тышқан, мынау тышқандар. Берілген зат есімдердің көпше түрдегі формасы өзгеше болатын man болады. Mouse, mice деп өзгереді. 15-ші беттегі 6-шы тапсырмаға көшейік. Choose the correct answer. Дұрысты жауапты таңдаңыз. Бірінші сұрақта Fiona has got 5 scarves. Scarf, яғни шарф деген сөздің көпше түрінде F ол B-ға өзгереді. Scarves. Фионаның 5 шарфысы бар. The children aren't here, they are at the park. Балалар мұнда емес, олар паркте. Child, бала деген сөздің көпше түрі children болады. Childs деп айтпаймыз, әлбетте children деп C нұсқасын таңдаймыз. Үшінші сұрақта. That skateboard belongs to Tim and Dan. It's their skateboard. Ана скейтборд Тим мен Дандікі. Олар оның скейтборды. Their. Төртінші сұрақта. Bears have got big teeth. Аюлардың үлкен тісі бар. Tooth сөзінің көпше түрдегі формасы teeth болып өзгереді. Бесінші сұрақта. These are my friend Bob and Anne. They are from Manchester. Мынау менің достарым Боб пен Анна. Олар Манчестерден. Алтыншы. Has Jean got blonde hair? Джиннің шашы ақшыл сары ма? Үшінші сұрақта. Have you got a guitar? Yes, I have. B нұсқасын таңдаймыз. 8-де. These pencils are mine. Мына қарындаштар менікі. 9-шы сұрақта. Look at that boy over there. That's my friend Bob. Ана ұлға қарашы. Ол менің досым Bob. My деген нұсқаны таңдаймыз. 10-да. Our school is very big. Біздің мектебіміз өте үлкен. Әлбетте біз біз немесе they, олар деген нұсқаны таңдай алмаймыз. 11-ші сұрақта.
I haven't got a bicycle, but I've got a skateboard. Менің велосипедім жоқ, бірақ менің скейтбордым бар. I haven't got нұсқасын таңдаймыз, C нұсқасы. Соңғы 12-ші сұрақта Those are Mike's sunglasses. Анау Майктың күннен қорғайтын көзілдірігі. Ағылшын тілінде жұп нәрселер көпше түрде келгендіктен біз those деген нұсқаны таңдаймыз. Those sunglasses. Сонымен достар, сіздермен бүгін workbook'тың 15-ші бетіндегі 4-ші, 5-ші және 6-шы тапсырмаларды талқыладық. Видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырамыз. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Goodbye, good luck guys!